Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай керемет болып шығатын торт әзірлейтін боламыз. Осы рецептпен жасап көріңіздер, ешқандай творожный сырды немесе сливкиді қажет етпейді. Жасап көріңіздер. Ең алдымен жұмыртқамызға қантымызды салып, жақсылап миксерлейміз. Жақсылап езіп алғаннан кейін айранымызға сода салып, жақсылап араластырамыз. Осылай көпіріп шығуы керек. Көпіргеннен кейін барып массамызға құямыз. Араластырып 40 грамм какаомызды салып араластырамыз. Сұйық майымызды құямыз. Онымен разрыхлителімізді салып, жақсылап араластырамыз. Осымен біздің массамыз дайын. Ыдысымызға пергамент төсеп, шет-шетіне майымызды жағып, 2 бөлікке бөліп пісіріп аламыз. Әрқайсысын ортасынан бөліп шығамыз. Ендігі кезекте кремін әзірлейтін боламыз. Бізге керек сметана, вареная сгущенка, сахарный пудрамызды сеуіп, және сухой молокомызды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Осымен креміміз де дайын болды. Енді тортымызды жинаймыз. Бұл торттың ең жақсысы, ешқандай пропитканы қажет етпейді. Және корждары да өте жұмсақ болып шығады. Тортымызды жинап болғаннан кейін жаңағы қалдықтарымызды осылай үгітіп аламыз. Үгітіп шет-шетіне сеуіп шығамыз. Осымен біздің тортымыз дайын.